жылдың 16 желтоқсанында Мәскеу басшыларының шешімімен Қазақстан Компартиясының басшысы Дінмұхамед Қонаевтың орнына Геннадий Колбиннің келгенін газеттерде шығарып, бүкіл елдің талқысына түсуде. Қазақ Компартиясына қайдағы Колбинді қоймақшы? Қазақ жеріне қазақ басшысы табылмағаны ма? Бізге демократия керек. Қазақты қазақ үшін неге ол басқа ұлтты білмейді? Ашауын шыдаймыз. Алаңға шығайық, достар. Жүріңдер. Біз жастар қазақ жерін, қазақ азаматын басқарғанын қалаймыз. Гоблин деген кім? Бізге басшы керек. Бұл не басшысы? Басшысы өз арасында таңдаса болмай ма? Орыс басқарғанда қазақта басқару керек қой. Басқарған ешкім келмейді. 2 сағат беремін, тез тарайды. Кетпейді! Ұйым операциясы басталуда. Бұзықтар мен бүлікшілерді орнына қойыңдар. Осылайша әскерлер мен жастар арасында қырғын басталып кетеді. Өз ойларын айтуға шыққан жастар қудалауға түсті. Жастарды темір таяқтарға соғып, сапияр күйектерімен өлімше етіп сабалап, шаштарынан сүйрелеп, аяусыздықпен ары зорланған қазақ қыздары, намысы қорланған қазақ жігіттері осылай үлкен қудалауға түсті. Шашымнан сүйреп, жылықтан қан! Шашымнан сүйреп, жылықтан қан! Сүйреп, Біздеймін адамдарды, қарындасың қыз сен, шешеспен жас адамдарды апа деп те сыйламаған. Мені қаттырды, мені жылатты. Денемнің бәрі көгеріп. Аяғымдан тұрдым, аяғым бар. Сынған жерін сезбеймін. Неге мені жылатты? Артыңдар қолдарыңды. Сен жасаған дұрыс болмады. Болмайым деп ойладың ба? Сен саған жеткен шамасында теңізген қызаны өлтіргеніңді мойында. Мен мүлдем оны танымаймын. Ол кім? Мойындасаң жазаң жеңілдейді. Мен білмеймін, ол кім? Өз обалың өзіңе алып жүріңдер. Қайрат Рысқұлбековтың үстінен іс қозғалып сот болады. Айыпталушы Қайрат Рысқұлбековты шақырыңдар. Айыпталушы Қайрат Рысқұлбеков 16 желтоқсан оқиғасында алаңға неге шықты? Негізінде бас шауысқан үшін емес, қазақ қыздарының ары зорланып, намысы тапталған үшін шықтым. Оны көрген менің еркектік намысым шыдамады. Ал енді бауырлар, бізге Ахмет Байтұрсынов атамыз былай деген: қазағым, елім, қайқайып тұр белің сұлуға таянып, талауда малы, қанауда жаны, аш көзіңді оянып. Қанған жоқ па әлиқын, ұйықтай тыңдайын есиқын. Айыпталушы Қайрат Рысқұлбеков сізге қазақ қысымы жоғары сотының Мәжіліс залындағы ашық сот отырысында 1987 жылы 25 мамыр аралығында Қайрат Ноғайбайұлы Рысқұлбеков айыптау ісіне келіп, нақтырақ айтсам,
Рысқұлбеков жасаған істері 287 және де 299 3-ші баптарға сәйкес қазақ Қайрат Ноғайбайұлы Рысқұлбеков кінәлі деп табылып, мынандай қылмыстық жазаға тартылсын. Қылмыстық кодекстің 60-шы бабы бойынша 5-ші бабы бойынша 171-ші бабы бойынша 60 жасына кесілсін. Қайрат, соң сөз бар ма? Күнәдан жаза басым бар, 21-де жасым бар. Қасқалдақтай қаным бар, торғайдай жасым бар. Күнәдан жаза басым бар. Қазақ деген атым бар, Қайрат деген затым бар. Еркек толды құрбаты ата біздің атында. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, біз бұл жасаған қойылымымызбен ешқандай да үгіт-насихат жүргізген жоқпыз. Біз ата-бабамыздың батыл қадамымен жасалып, тәуелсіздігіміздің қандай қиындықпен келгенін көрсеттік. Біздің жасаған бұл ісіміз сіздерге өнеге болсын. Біздің тәуелсіздігіміздің қалай келгенін сіздерге де көрсету үшін бұл қойылымды жасадық. Сіздермен болған 9-шы сынып оқушылары